Ертіс телеарнасының сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен менің ата-анам мемлекеттік қызметкерлер атты байқау жарияланған болатын. Дәл бүгін Ертіс таң ақпаратта сазды бағдарламасында сайыс қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Экранға зер салайық. Бұл жерде балалар өз ата-аналары туралы бейне үзіктерін таныстырды. Мәселен, Күлжан отбасының балалары арнайы әзірленген бейне үзікте ата-анасының қызметін айқын сипаттаған. Олар бұл байқаудың өткізілетіндігі туралы жарнаманы Ертіс телеарнасының Фейсбуктегі парақшасынан көрген. Күлжан отбасы аталмыш байқауда 5884 ұпай жинап, екінші орынға ие болды. Ата-анамыздың екеуі де мемлекеттік қызметкер болғандықтан, және де соны олардың даңқтарын көтеріп дегендей, ал конкурсқа біз осы конкурстың басталғанымен қатыстық. Біз түсірілімге жалпы алғанда монтажымен бірге бізде бір күнде уақыт өтті. Жақсы, керемет. Маған ұнады. Біз қарсыластық. Басқалармен бізге әулет, ағаларымыз және тағы басқалар көмектесті бізге жеңу үшін. Бастаманы Ертіс телеарнасы мен мемлекеттік қызмет істері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облыстық департаменті бірлесіп өткізіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай байқауларды жиі өткізу мемлекеттік қызметшілердің абыройын арттыруға, сонымен қатар ұйымшылдыққа жетелейді дейді. Назарларыңызға үздік үштіктің бейнебаяндарынан үзінді ұсынамыз. Болашақта мен өз ата-анам сияқты елімнің, отанымның рәсіміне көмек қосып келемін. Для подрастающего поколения только честный и добросовестный труд должен стать главным мерилом успешности. Каждый государственный служащий обладает определенными качествами. Твоя мама будет дисциплинированной, вежливой, собранной, скромной и коммуникабельной. Байқау бір кезеңнен ғана тұрды. Жеңімпаздар онлайн дауыс беру бойынша анықталды. 3 аптаға созылған жарыс жеңімпаздары мемлекеттік қызметшілер күніне орай маусым айының 21 жұлдызында Ертіс променад сахнасында марапатталатын болады. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.